Мұхтар Қаденұлы. Қараман Тайшығара. Ер аузынан. Аулыңда үлкінің болса, жазылған хат емес пе? Биік төбе болса, ертеулі ат емес пе? 1964 жылы Өмірбеков Сүлейменмен бір бөлімшеде жұмыс істеуге тура келді. Ағайынды бұрыннан араласып білгенмен жұмыста бірге болған өзгешелеу. Өйткені жұмыс адамдарды тіпті жақындастыратын сияқты. Ол кісі елдің игілігі үшін халық шаруашылығының қай саласында істесе де жанын аямаған, өзіне де өзгеге де өте қатты талап қойған жан. Оны ісі дәлелдеді. Әсіресе жас балаларды жақсы көретін еді. Ауылда үсті май топырақ, қарны жалтырап, насыбай салбырап жүрген балаларды маңдайынан сипап, ертеңнің азаматы ғой дейтін. Ондай сәбилерді алыстан көрсе, өйд деген. Ана батырды қарашай, деп дауыстап өтеді. Әңгімені көңілденгенде болмаса айтпайтын. Сырт қараған адамға тұйық қызғарлы көрінетін. Көргенде талдау жасап, естігенін ұмытпайтын, тарихи шежіре әңгімелерді жақсы білетін. Бірақ өздігінен айтпайтын. Қилы-қилы заманда өмір сүргендіктен де болар, онша ашыла бермейтін еді. Қас-қабағына қарай отырып, өткен арыстар туралы әңгіме сұрағанымызда үнемі қысқа ғана қайратын. Олардың да уақыты келеді, бірақ білетіндер таусылып қалады-ау деп қана қоятын. Бірде қырдан шөп тасылып, малшыларға албар қоралар жөнделді. Бала шағасына дейін қатынасып, бір жеті шаруа өнімді жүріп, бірқатар күзгі жұмыс қарқын алып, қырқымай аяқталды. Бір топ адам кешкілік топалаңнан шығып ойға тарттық. Сүкеңде бар. Ол кезде бөлімшенің адамдары атпен жүретін. Сүкеңнің қаракөк бестігі алдымызда сәл ілгері озып отырды. Бөлімшедегі мал дәргері Құрманды бірге болатын. Мұқа, бүгін бастық көңілді. Ағаңа әңгіме айтқыз. Мүмкін совхоз орталығындағы үйге барармыз. Ол жағы да есте болсын, деді ақырын ғана жымиып. Ол кезде бәріміз де совхоз орталығында тұратынбыз. Үй қарасын көрмегенімізге айға жуықтап қалған еді. Бұл ұсынысты қайсымызда теріс көрмейтін едік. Біздері атымызды сипай қамшылап Сүкеңе жақындай түстік. Бұл кезде күн батып, толған ай толықсып, күздің майда желі есіп, тыныс кеңіп, аттар шылғып аяңдап, табиғаттың түнгі тамашасына елеңдеп сергек басып келеді. Шаруаның жинақталғанына өзіміз мәз болып, үлкен тойдың ләззат алғандай, тынған ісімізді тойлағандай риза көңілмен келе жатқан болатынбыз. Бір кезде ай сәулесімен шағылысып, Шақпақ көлінің айдыны көрініп, кесеге құйған күміс судай мөлдіреді. Көл айдын өзіне тартып, шымырлаған майда толқын шақырғандай күй кешіп келе жатып, Құрманның ағаңды сөйлет, әңгімесін тыңдайық деген сөзі еске түсті. Сүке, мына жігіттер атасы Тайшығара туралы, мына Шақпақтың бір кездегі иесі туралы естігісі келеді. Атамыз туралы әртүрлі сөз айтады, біреулер мақтап, кейбіреулері кірлейтін сөздер айтады. Сізден сол кісі туралы естігендеріңізді білгіміз келеді. Сендер мені сөйлеткілерің келіп тұр ғой. Тайшығара атамыздың бұл заманға кінәсі болмаса да балалары халық жау атанып, жүзбасы би болған деген аттардан байланысты ұрпақтары едәуір қуғын көрді. Заманға байланысты ол кісіні кірлеткісі келгендер болды. Алайда болат пышақ қап түбінде жатпайды деген ғой. Ол кісі ерте өлгенімен ел есінен шығармай келеді. Тайшекең әрі батыр, әрі өте шешен болған. Билікке түсіп қиын даулы істерді шешкен. Ағайынға ұйытқы, елге қамқор болған. Кенесары қозғалысына қатысып арғын қолының жүзбасы болған ерекше адам ғой. Білмейтін тоғышар не демейді, деп сөзін аяқтады. Сүке, ауылға барып қайтайық. Шыққанымызға да көп болды. Әңгімеңізді тым болмаса ауылға жеткенше айтыңыз енді. Азда болса ойымызда қалсын. Үлкенге жолықсақ ауылымызды сұрағанда, Тайшығараның нәсілдері екенсіңдер ғой дейді. Ал біз шын мәнінде ол туралы жөнді білмейміз деп шуластық. Өйдейді деген. Мыналар қайтеді. Жарайды, аттың басын ауылға бұралық деп сүзе тартқан қаракөкті сипай қамшылай түсіп әңгімесін бастап кетті. Атамыз Байғұлдан 9 ер бала болған. Соның Мүйке, Зей, Шүлен, Тайшығара және Қойшығара атты балаларынан ұрпақ бар. Екеуі әкесінен жастай қалады. Жаугершілік уақытта жерден ауып, бұлайға азаматтармен қосылып, талай майданға түсіп, өмірінің көпшілігін далада өткізген. Байғұл шешемізге, мына Тайшығараны ерекше қамқорлық қал, орнымды басады. Елге қамқор азамат болады. Қызығын мен көрмегенмен сен және ел көреді деп өсиетін айтқан екен.
Тайшығара дүниеге 1826 жылы келіп, 1915 жылы ұлы дүрбелеңнің алдында қайтыс болыпты. Жерленген жері Садырбай қопасы. Көкала саздан там салынған, басында құлпытасы бар. Көктемгі су тасып жатқан кезде қайтыс болыпты. Садырбайға қой үшін тасқын судан қамыстан сал буып өткізіпті. Үлкен баласы Оспан жалдама тасып кетіп арғы бетте болғандықтан әкесінің жерлеуіне қатыса алмапты. Атамыз 89 жасында дүниеден өткен. Артында Оспан, Омар, Қонар, Серікбай, Қотаншы деген балалар қалыпты. Атамызға айдауға бара жатқанда көмегін беріп, қашып құтылуына жәрдем жасап, әрі жас жүрегінен орын беріп, атамызға жаны мен арын садақ еткен байдың сұлу қызы Бибісарадан Шүрмен туады. Өзінің айтумен шыққан Шүрмен аты аталып, шежіреге де Шүрмен аты қосып жазылған. Бұл бала Тайшығара мен Бибісарадан қиын да қилы кезеңде жүрек пен тілек қосуынан дүниеге келген. Шүрменнен Қуанышбай туады, Қуанышбайдың үлкен әйелінен Досан Бөжен туады. Екінші әйелі Берді қаздың қызынан Сүлеймен туады. Досаннан Аймұқан, Нұрмұқан тағы қыз бар. Досаннан басқа балалар болғанымен олар жастай қайтыс болған. Олардан тұқым жоқ. Жоғарыдағы үшеуінен балалар бар. Олар оқырмандарға таныс. Бөженнен 3 қыз, 1 ұл. Үлкен 2 қыз бірінші әйелінен, біреуі еңбек ері Сәпиев Баяхметтің жолдасы. Сүлейменнің әйелінен 3-ші қызы Молдаш, ұлы Қуат туады. Олардың бәрінен де балалар бар. Сүлеймен үйленгеннен кейін Қуанышбай баласы өліп, қайғымен мұқап отырған ата-енесін бағуға баласы Сүлеймен мен келінін жібереді. Атасы жиенін Сүлейменді өкіл балам деп қабылдайды. Қызының баласы бала болмай ма? Ағайын малын ала көз болмасын деп маңайына жар салып, тойын өткізіп, малының билігін Сүлейменге береді. Сүлеймен ол елге де сыйлы азамат болады. 1912 жылы дүниеге Мырзағали келеді. Мырзағали нағашы атасының бауырында болып, атасы мен әжесіне қуаныш сыйлайды. Олар 1916 жылдары дүниеден өтеді. 1916 жылы желтоқсанда Сүлеймен Доғал соғысында жараланып, сол жарақаттан 1917 жылы қыста қайтыс болады. Азағы қатынасқан ағайын діни рәсімдерін өткізген соң Сүлейменнің қатын баласын Қуанышбай ауылына көшіріп әкеліп, әмеңгерлік жолмен шешемізді Бөженге қосқан. Бөжен шаруа, момын, елгезек, бауырмал адам болған. Молдаш пен Қуат сол Мырзағалидың шешесінен туады. Бала кезінде нағашы атасының бауырында болған Мырзағали егелге де текті жігіт болып өсті. Жақсы адам, халықтың баласы, қайру жақсыны жатсынған. Мырзағали да Тайшығара атасының мектебінде оқып, Омар атасынан дәріс алды. Өте адал, елгезек, аса қайырымды, сөзге сараң, өзіне өзі қатал, парасатты азамат еді. Ол кісіден азамат болған балалар бар. Әбдіраман қажы, Омар Тайшығараның інісі Қойшығарадан туады. Бірақ атамыздың бауырында болған. Сол кісінің балалары атанады. Нұғыман ғана Қойшығараның атында, оның сыртында қыздар болған. Әбдіраман, Омар, Нұғыманнан ұрпақтар бар. Тайшығараның қыздай алған әйелінен Оспан, Әбубәкір, Мұхамбет Қанапия, Серікбай, Оспанның үлкен әйелінен Жағыпар, одан Сәтен 1941-45 жылғы соғыста қайтыс болды. Сәтенмен бірге туған 2 қыздан балалар бар. Оспанның екінші әйелінен Мұхамбетжан, Мұхамедия, Сұлтан. Олардың балалары бар, белгілі азаматтар болып келеді. Әбубәкір қуғында қайтыс болған, тұқымы қалмады. Балалары аштықта өлген. Атамыз айтады екен, Әбубәкірдің адамшылығы ауылдан, Қотан маңынан аспайды деп. Содан Қотаншы атаныпты. Қонардан балалары бар. Атамыздың Шүрмен өлгеннен кейін көңілі жасып, балаларым өзімдей болып, Шүрменнің ізін басатыны болмай ма деп қам көңілі болған дейді. 1902 жылы Серікбай дүниеге келгенде қуанып, Шүрменді тірілткен, менің бағым қонатын ұл деп атын Серікбай қойыпты. Талғамы мол, халық адамы, балалары қаншалықты жақсы, өжет, өнерлі болғанымен бәріне бірдей көңілі тола бермеген ғой. Көңіліне ұнап өзін Шүрменнің әр ісінен көріп, нағыз ізбасарым деп жүргенде жастай қаза болған. Шүрмен қайғысы атамызға ауыр болса керек, соны сейілткен Серікбай. Жай оғындай жайнап елге танылып, ел қайнары атанғанда, Амангелді ауданында жауапты қызметтер атқарып, Қосшы одағының бастығы болып тұрғанда, 37 жылы көктемде ұсталып, өзімен бірге ұсталған 12 адам сол жылы 28 тамызда атылып кеткен. Орынсыз соққан дауыл мен өрттен шайқалмаған шаңырақ, шарпылмаған жан қалмаған шығар. Өткені өтті, ендігі қалғанына Құдайым тыныштықпен өсе берсін дейміз де.
Даламыз кең болғанымен патшаға бағынған кезінде бірыңғай мал баққан адамдардың күнелтісі нашар болыпты. Аталарымыз қопада тұрғанымен жазда күзде малдың қаны толыққан кезде қамалдарда орналасқан казак орыстар ауылдарды тонап бөртеп малдарын айдап, онсыз да кедей ауылдарды күзелтіп аяқасты жасаған. Сондай шапқыншылықта малынан айырылған шешеміз екі баласын жетектеп Үмбетей Көбектің ауылына барып паналапты. Көбек ағайындарын жинап ер жігіттерден жасақ құрып, ел арасындағы жауыздық пен казак орыстардың тонаушылық әрекеттеріне үнемі қарсы күресіп келген. Торғай даласының жаралы жолбарысының біреуі болыпты. Ол кісінің ерліктері мен аңыз істері ел арасына көп тараған. Сыпсың мен Арағарағайдың арасынан жайлаған Көбектің ауылымен бірге болған шешеміз Көбектің биесін сауысып, екі баласына қозысын бақтырған. Міне, атамыздың ауыр өмірі осылай басталды. Бір кездегі дәулетті де іргелі елдің баласы жоқшылықтан бай ауылына жалданды. Өмір шыңдаған, туысы да бөлек тайшығара өжет болып өсе бастады. Зәбірлеген ауыл балалар мен ерке тотай байлардың балаларының қорлығына көнбей өсті. 12-13-ке келген соң қой соңынан шығып жылқы бағуға ауысты. Ол заманда жылқы бағу өте қиын болатын. Жылқышылар екі күннің бірінде барымташылармен бетпе-бет келіп әртүрлі айқастарға түсетін. Шын мәнінде жылқышылардың жұмысы шекара күзеткендердің ісіндей үнемі қарбалас, кездейсоқ оқиғаларға толы болатын. Тіршіліктің толассыз күресі мен қиыншылығы да тайшығараның басынан өтіп жатты. Үнемі арпалыс, алыс-жұлыс барымта тайшығараны тез есейтіп, қатыгездікке икемдеді. Барымташылармен айқаста талай рет баста жарылды, аттан да түсті, ол да талайды соққыға жықты. Осындай әрекеттердің бірінде Көбектің көзіне түсіп, жылқыдан босып, жасақшылардың қатарына ілікті. Сенім жұмсайтын жігіттердің қатарына қосылды. Тайшығараның екінші өмірі мен қиыншылық істері осылай басталып етті. Үлкендердің айтуына қарағанда Тайшығара зор денелі, қара сұр, бетінде қорасан дағы бар, саусақтары салалы, ағынан қызылы басым, көзі өткір, батыр тұлғалы. Дауысы зор, құлағы сондай естігіш, сезімтал адам болыпты. Таңертеңгі кешкі тынық ауадағы дауысы 10 шақырымға дейін анық естіледі екен. Қарғысы қате кетпейтін, тілі де өткір адам екен. Бертінге дейін болғандықтан ол кісі туралы айтылған әңгімелердің көбі шындық. Ол кісінің барлық өмірін, істеген істерін толық айта алмаймын. Сондықтан кейбір істерін әрине естігеннен ойда қалғандарын айтайын. Адай елінде атайгілі Тор Төбел деген бәйге аты Көбектің құлағына шалынып, ақыласын аударып жүретін. Аттың жүйріктігі көпшілікке аңыз болып, ауыздан ауызға тарап, әркімдердің көңіл құртын қоздырған болатын. Осы атты орай келсе алдыру Көбектің де ойына қайтадан түсіп, тынышын кетіре бастады. Сұрастырса, ат иесі өзіндей даланың тарланы айтулы бір ауылдың иесі екен. Тартып алудың реті келмейді. Сондықтан түн қатып ұрлап алудан басқа жол жоқ деп шешті. Жұмсайтын жігіттерін саралағанда ең ыңғайлысы Тайшығара деп шешті. Оның себебі Тайшығара жас, көпшілікке белгісіз, қызық қуып, қыз аулаған болып, ел аралап барады. Қолға түссе де онша қинала қоймаспын деп ойлады. Көбек Тайшығараны оңаша шақырып, саған сенім артып бір іске жұмсағалы отырмын. Оны қалай көресің деп сұрауды көз тастады. Жас жігіт не айтсын? Әдегенде аңырап қалғанымен, жұмсаңыз деді. Онда тыңда деді Көбек ат иесін, ауылдың жобасын айтты. Өзіңнің атыңмен шығасың, ырғыз бойында нағашыларым бар еді, соған барып қайтайын деген сылтаумен кетесің. Ешкім ештеңе білмесін, 5 айдай уақыт берем, асығыстық жасама. Атты алысымен бері жүрме, сырға қарай із тастап, қайтырада қарақұмды басып қайтуды ұмытпа. Ал бұған сен не айтасың деді. Мен не айтайын, өзім оралғанша шешем мен інім ашықпас екен, сізге аманат қалдырам деді, орнынан ширақ тұрып сыртқа шығып кетті. Елден жалғыз шыққан Тайшығара ырғыздан өтіп, Қарабұлақтағы ауылға қонып түстеніп, Мұғалжар тауын бөктерлей, адай ауылдарына бет түзеді. Жастық желікпен қызыққан қызды ауылды сағалап, жетіліп қонақтаған уақыттар да болды. Өзі есекелі көрген қызығы мен сауығы сияқты еліктеп, малшылардан жөн сұрап ілгері жылжи берді. Қалмақ қырған төбеден асып түскенде екі аттыны қаумалай қуып келе жатқан бір топ шоғыр көзге түсті. Олардың беті осылай қарай, өрге қарай шыға берген екі қашқын алдынан тап болған жалғыз қараны көргенде сасқандай сыңай танытты. Басқа жаққа бұрылуға кеш қалғанын түсінген екеуі ілгері ұмтыла берді. Бұл не қылған қашқын?
Қуғыншылар кім? Ұры дейін десе алдарында не малы не қосары жоқ. Артындағылар ұздық-создық ағып келеді. Айырып болмайтын айғай естілді. Тайшығара тез атынан түсіп айылын тартып атына қайта мінді. Сөйткенше болмай қашқын екі қарада келіп қалды. Назар салса бір жас қыз бен жігіт екен. Жалтақтай қарап қашқан екеу жалғызды көрген болу керек. Бейтаныс жалғыздың жанына тізгін тартты. Өзі қатарлы жасты көрген соң қашқын жігіт: «Әй жігіт, құрбым екенсің, мына жолдасыма қорған бол. Мен ең болмаса жастығымды ала өлейін, арманда кеткенше» деп атын кейін бұрды. Алды-артын ойлап жататын Тайшығарада уақыт болмады. Бар ойына келгені екі жасты құтқару болды. Еліктің лағындай үрпиген жанын шүберекке түйген жас ару өз арын қорғау үшін неге болса да дайын еді. Тайшығара қызды ертіп обаның басына келді. «Замандас, мына биіктің басына шығып, атыңды ұстап отыр. Қорқып қашпа. Біз олардан құтылуға тиіспіз. Мен ана жігітке көмектесейін. Әйтпесе ол қоршауға түсіп қалып мерт болар» деп атқа қамшы басты. Бейтаныс жігіт те өжет екен, қаша ұрыс салып жүр. Топтың қарасы көбейе түсті, шамасы артқылары да жеткенге ұқсайды. Дырау қамшысын қыса ұстап Тайшығарада топты жарып ағып өтті. Жас болғанымен талайлармен ұстасып үйренген Тайшекең бір өткенде 2-3 адамды аттан түсіріп өзіне сойылды артпады. Соңынан қуған қуғыншыларды үздік-создық топтан ұзатыңқырап барып тез жалп бұрылып қайта қарсы шапты. Артынан қуғандарды біріне бірін қоспай тағы екеуін аттан түсірді. Арты аңдысқан айқасқа айналып, ақыры екі ер қуғыншыларды түгел аттан түсіріп, аттарын ұстап матап алып, өздерін жаяу ойдағы суға келді. Мына тамашаны көз көрген көрікті бойжеткен шауып келіп, екі қыранның шаңмен қан араласқан бетінен кезек-кезек сүйді. 10 шақты қуғыншы мына екі жігіттен жеңіліп, аттан айырылып, беттерінен оты шығып, жоғары қарай алмады. Сылдырап аққан бұлақ суына жуынып тыныс алған екі жасқа сұлу қыз қоржынына келіп, ашып дастархан жайып ас қойды. Иттей бұратылып сілекейлері шұбырған қуғыншылар жастарға жасқана қарай берді. Ішінде сақа жігіттер болғанымен ұрда-жық жастар да бар көрінеді. Жаңа ғана қызыл шеке болып айқасқанымен Тайшекең мыналарға атының біреуін берейін, сойып жеп тамақтансын деп жігітке қарады. Ол да ер көңілді екен. «Құрбым, өзің біл» деді. Аз тыныстанған соң қашқын жігіт сөз бастады. «Замандас, қиын шақта кез болдық. Өміріме ортақтасы мына топтан аман алып қалдың. Көп-көп рахмет. Танымасаң да таршылықта кездесіп бізге қорған болдың. Қалағаныңды айт, барымды берейін. Қоржындағы сыйымды азынсаң, қарыздар болайын» деді. Шыны ықыласты жігіттің лебізіне риза болған Тайшығара: «Жігітім, алдымен өзіңді таныстыр, жөніңді айт, дүние мал қашпас» деді. «Елден қашып құпиялық сақтағаны мен сенен жасырмайын. Менің негізім адай, оның Назар деген атасынан тараймыз. Қарда шешем бар, бір кіндіктен жалғызбын. Өз атым Төлеген. Атам дәулетті де елге сыйлы болды. Балалар тұрмай, мен ерке сері болып өстім. Оны ат тұрманынан да көріп отырған шығарсың. Атаның дәулетіне мас болып қыз таңдап, ел ақтап, тоймен думанды қуып қызықтап жүріп мына Райханға кез болдым. Менің елім керуен тастың баурайында тұрады. Райханның ауылы Шұбарқұдық деген жерде. Мына жігіттер сол ауылдың содыр азаматтары. Жас жарым Райхан Шұбарқұдықты аузына қаратқан дәулеттінің біреуінің қызы. Мына жігіттер сол атамыздың қызметіндегі тентектері. Сырттан бірімізді біріміз аңсап жүріп, Райхан екеуміз қыз ойнақта кездестік. Қыз құрықсыз бола ма? Райхан Сүлейменді атқаның болашақ келіні. Бірақ екеуміз тілегімізді қосып, ынтызарлықпен қосылғымыз келді. Сүйіспеншілік екеумізді осындай азапты жолға түсірді. Өлсек бірге өлейік, тірі болсақ өміріміз бірге болсын деп серт байластық. Біз шынын айтқанда жастықтың жалынына шарпылып, махаббаттың уын ішкен жандармыз. Бұл арада бізге пана болар ешкім жоқ. Сүлеймен мен Райханның әкесі Жүндібайдың қаһары қатты. Бүгін бір тобынан сіз құтқардыңыз. Қуғыншымыз мықты болғандықтан сыртқа кетіп барам. Аят өзенінің бойында нағашыларым бар, соларға барып тұрақтау. Қалай болғанда да 2-3 жыл бой тасалау керек болар деп ойлаймын. Ал құрбым, біздің жағдай осындай. Сүйіскен біздерге мына кең даладан пана табылмай тұр. Сондықтан көп аялдау бізге қолайлы бола қоймас. Мына қуғыншылардың артынан тағы да адамдар шығуы мүмкін. Сізді де жолдан қалдырмайық. Бірақ өз жайыңызды айта отырыңыз. Бойыңа қаруың сыймай жүрген азамат екенсің, киімің өзгешелеу, арқа елінен боларсың деп шамалап тұрмын. Қимылыңа қарасам, сән қуған сал емессің, намыс қуған жан болармысың деп жігіт Тайшығарадан жауап күтті. Замандас, айтуың дұрыс, ойың орынды. Мені жетімдік жаралап, жоқтық жұқартқан жанның бірімін. Әлді мен малдының жұмсауында күн кешіп жүрмін. Осы жаққа да әлдінің жұмсауымен келем.
Еңсем езілгеніммен, қайратыммен еңбегім кісіге кеткеніне налитын кездерім де бар. Ел ағасына осындағы бір мақтының торы төбел жүйрігі ұнап, соны ұрлап әкел деп жұмсаған еді. Жолда сіздерге кезіктім. Кіші арғын, соның ішінде Қараман руынан болам. Атым Тайшығара. Бүгін дидар ғайып болып жарасқан көңілге, қызық қуған жастарға, сүйіскен құрбыларға кез келдім. Мен Төлеген, сенен ештеңе алмайым. Қияметтік дос болайық, екеуіңе тілектес дос болғаным жарайды. Төлеген мен Тайшығара төс түйістіріп құшақтасты. Бұл екеуін Райхан құшақтап, екі азаматтың да бетінен сүйіп, алғысын айтып, көзіне қуаныштан келген жасын сүртті. Қуанған жастар қараңғыл түскенін де бақылай алмай қалды. Тайшығара екі жасқа қарап: Төлеген мен Райхан, дайындалыңдар, атқа қонайық. Алдымен қуғыншыларды босатып, аттарын берейік. Ақ жолға кетіп бара жатырсыңдар ғой, жылатып қайтесіңдер. Ал мен сендерді Қарабұлаққа дейін ертіп барайын. Өйткені тағы да қуғыншылар болар. Қарабұлақтан әрі қарай асқан соң қалың елге сіңіп кетесіңдер деді. Бұл шешімге Төлеген мен Райхан қатты қуанды. Енді екеуі бірдей Тайшығараны қайтадан құшақтап, жолыңнан қалатын болдың-ау деп өкініштерін білдірді. Үшеу қуғыншыларға келіп, қолдарын байлаудан босатып, аттарын беріп Төлеген: Мен мына жігіт болмағанда сендердің қолдарынан өлетін едім. Мені қасқыр шаталап, мына жарымның қызыл гүлін солдыратын едіңдер. Сендер адам болғанмен ниеттерің жаман адамның қасқырсыңдар. Ақ пен қараны айырмайтын пасық қуыс кеуде ұрда-жық жансыздар ғой. Біз сендерге иттік істемей елдеріңе жібереміз деді. Бәрі шулап, Ағажан бізден қателік өтті деп, үш жастың аяғына жығылып, құрдай жорғалады. Қуғыншыларды елдерінен қайырған үш жас солтүстік шығысқа қарай жол тартты. Күндіз тынығып, түнде жүрген жастар аман сау Қарабұлаққа да жетті. Алысқан қол айтысқан сердінде тұрған жастардың да айырыласатын уақыттары болды. Достым Тайшығара, жолыңнан қалып бізді нағашыларымды жақындаттың. Сенің де жолың болсын. Мүмкін болса әке-шешеме соғып менің тірлігімді айтарсың. Менің әрі сыйлы, әрі көзім болсын. Мына ер тоқымды ал, әр уақытта өзіңмен бірге болады деп өтініш айтты. Жоқ, алмайым. Өзің игілігін көр деп қарсылық білдірді Тайшығара. Сонда Төлеген: Олай болса сенің бара жатқан сапарың қауіпті. Атты ала алмасаң, көбекке жақпайсың. Тірлігің де екі талай болады. Мына түріңмен ат иесінің ауылына жетпей-ақ ұсталасың. Қарапайым ат тұрман ұры екеніңді бірден танытады. Сондықтан сәнді ер тоқым сені қыз іздеген байдың баласы екеніңді айқындайды. Орайлы сөзге дау айта алмаған Тайшығара келісім беріп, ат тұрман ауыстырды. Менен ескерткіш болсын деп, қолындағы бұзаутыс дырау қамшысын Төлегенге ұстатты. Мақсатты өмір күнделікті тірлік жастарды еріксіз айырылысуына әкелді. Олар қимай қоштасып, әркім өз тіршілігіне аттанды. Төлегеннен айырылысқан соң Тайшығара торы төбелдің иесінің тұрағын іздеп жол тартты. Сұрай-сұрай Меккеге де барады деген рас екен. Торы төбелдің иесі Қойшыбай мырза қыста сам бойын жайлайтынын естіді. Жылжи қонған Тайшығара Қарауылкөлде отырған Төлегеннің әкесінің үйіне келді. Кештете келген ол: Құдай қонақпын, түсуге бола ма деп ұлықсат сұрады. Құдай қонақпын деген жолаушыны қарттар қол қусырып қарсы алды. Асын дайындап құрақ ұшты. Ас уақытында: Шырағым, жолаушы екенсің. Көрген білгенің болса айтып отыр. Түсің салқын, атың жарау, алыстан шығарсың деді ақсақал сынай қарай алыстан орағытып. Төлегеннің көкесі шаршаған шығар, аздап дем алсын. Жастар жүре бермей ме? Мазаламай деді шай құйған бәйбіше. Баласының хабарын біле алмай уайымнан қан жұтып отырған екі қарттың күйін үстінен таныған Тайшығара қалтасынан алып Төлегеннің хатын әкесіне ұсынды. Баласының хатын оқып амандығын естіген қарт қалбалақтап балаша қуанды. Бастан өткен оқиғасын, қуғыншылармен болған арадағы шайқасты қысқаша ғана айтып берген Тайшығараны ақсақал бауырына басып, иіскеп бетінен сүйіп, көз жасын төкті. Оңаша сөйлескен үшеуі мәре-сәре болды. Қарт Тайшығараны жібермей 3 күн түнетті. Тайшығара да жасырмай өз шаруасын айтқан еді. Шырағым, сапарың сәтті болғай дегенмен қиын шаруа екен, қиын. Қойшыбай жай ғана атпаз емес, ұрылар ұстайтын барымтаға аттанып, керуен тонайтын даланың тағы бөрісі. Онда аяушылық болмайды. Қыстай сам бойын жайлады, киіз үйде тұрады. Жарауаттар үнемі кермеде тұрады. Торы төбелді арнаулы киіз үйде ұстап, биенің сүтін береді. Бірнеше адам күзетте тұрады. Сам жолда қиын, тек малдың сүрлеуімен ғана жүреді. Малды адайлардың тоғысқан жері орғыл құм болады. Қолға түссең еш аяушылық болмайды. Таланың білет,
Қапысын таппасаң опық жейсің. Аттың аяғынан кісен айырмайды, әрі ол ауылға ашық бара алмайсың. Әрбір жат адамнан олар сақ отырады. Ол атты алмақшы болып, талай қолға түсіп өлім тапты. Қойшыбай атты балаларынан артық көреді. Қарттың кеңесіне зер салған тайшығара азық түлік алып, қоржынға малшының киімін салып, самға қарай жол тартты. Жүргіншілерге ілесе отырып самға да жетті. Самның ішіне кірген сайын Қойшыбайдың даңқы жайылып, сырлары ашыла бастады. Сам дегенің суы жоқ, сағымы мол, өркеш-өркеш құм, ойдым-ойдым сайы бар, шөбі мол кең дала екен. Бірде су таба алмай қалжырап, бір төбешікте құмға көміліп шала жансар жатқан дәреуішке кездесті. Сақал шашы өскен байғұсты құмнан аршып алып, аузына су тамызды. Қалжыраған байғұс көзін ашып есін жейді. Әлсіз жанға ас беріп, жанашырлық істеп, атына өңгіріп, бір құдықтың басына келіп, қолынан келген күтімін жасады. Бейшара тез әлденіп сөйлеуге жарап жөн сұрасты. Дәреуіш үлкейген кісі екен. Бұл маңдағы адамдарды білетін болып шықты. Бақсылық жасап, адам емдеп, ел аралап күн кешкен бақыр Қойшыбайдан да хабардар болды. Жақсылыққа жақсылық дәреуіш тайшығараға көмектеспекші болды. Екеуі түн жүріп, Қойшыбайдың ауылына жақындады. Бір құмның ойындағы қалың шиді паналап тайшығараға алды да, дәреуішті ауылға барып жағдайды білуге, аттың тұратын үйін білуге, күзетін анықтауға жіберді. Дәреуіш әлдихақ деп үй жағалап, әрі тамақтанып, бай ауылының итін шулатып, сырын ұғуға тырысты. Осылай бір жеті уақыт өтті. Дегенмен атқа жақындауға мүмкіндік болмады. Атты кешкілік алып шығып, ұзын арқамен аяңдатып желдіртеді. Айналасында қарулы 10 шақты адам айналып жүреді. Атқа жем, су, сүтті апарып береді. Бірнеше адам ат тұрған үйді кезекпен күзетеді. Қойшыбайдың барымташы ұрылары ауылға ағылып келіп кетіп жатады. Дәреуіш қолға іліккен тамағын алып тайшығараға беріп жатып, көрші ауылда жақында той болатын көрінеді, соған дайындалып жатыр. Аттың күзеті қатты, тірі жанды маңайлатпайды. Атты арқамен аяңдатады, айналасында адамдар қоршап жүреді, ендігі амалын өзің тап деді. Амал таусылған тайшығара дәреуішті ертіп бір ойпанға келіп атын байлады. Ер-тоқымды құм арасына өз киіммен қосып көмді. Менің атыма су беріп, ойдың шөбіне жетектеп оттады. Сыртқа шығарма, көзге түспе. Сосын мына малшының киімін ки де, маған өз киіміңді бер. Мені бір жеті күт. Егер осы уақытта оралмасам, атты ер-тұрманды киімді алып баратын жағыңа кете бер. Құдай алдында сұраусыз, әрі уақытта сақ отыр деп дәреуіштің киімін киген тайшығара Қойшыбайдың ауылына жайып жүріп кетті. Үйренбеген киім салдырлаған таяқ жас жігіттің берекесін алды. Қалайда мақсатты шаруа үшін мұндай қиынға да төзуге тура келді. 2-3 күн жүріп, бет алған ауылына да жетті. Қисалақтап, таяғын сылдырлатып, ауыл шетін шулатып, қараша үйлерге келіп тың-тыңдады. Мына дәреуіш тыңайып қалыпты, анада өлейін деп жүреді. Осыған не керек деп мырзаның жігіттері келеме жетті. Әйелдер жағы байғұста нелерің бар, киесі соғады деп аяушылық жасап асын берді. Осымен кешке дейін ауылдан шықпаған дәреуіш торы төбел тұрған үй жақты бақылау қалды. Қаншама қарап көз талдырғанмен атты көре алмады. Күннің көзі ұясына кіре қызылы тарқамаған кезде бір топ адам қызыл жібектен жабу жапқан қазы мойын, қазанат тұлпарды ұзын шылбырмен далаға алып шықты. Таза ауаға шыққан жануар ішін тартып, керіліп, созылып, елегізіп оқыранды. Жетекте жөнелгенде аспанға шапшып, алдыңғы екі аяғын тік көтеріп шаншылды. Атын қызықтауға күбісін жамылып, Қойшыбай да далаға шықты. Қойшыбай кең иықты, шалқақ кеуде, ұзын бойлы, сақал мұрты бар, зор денелі ірі адам екен. Ел ағасымен бірге ауыл адамдары да еріп, бойын жазып жүрген тор төбелді тамашалады. Қойшыбайдың 6 әйелі 6 ауыл болып шендес отыратын. Балалар да ер жетіп қалған қасқырдың бөлтіргіндей тез өсіп келеді. Айналаға көз тастаған Қойшыбай қараша үйдің қасында қас қақпай, қадала қарап, шаншылып тұрған дәреуішке көзі түсіп, атқа неге ынтыға қарайды деп көңіліне күдік ұялады. Жігітінің бірінен: «Ауылда бөтен ешкім жоқ па?» деп сұрады. «Бияға бөтен кісі жоқ. Дана тұрған дәреуіш кім?» деді. «Ол байғұс ауру, анада бір кетіп жоқ болып кеткен, мана қараша үйлерден тамақ ішіп жүрген. Меніңше осы жүрген жай адам емес, ауылдан шығарып жіберіңдер. Аттың күзетін мықтаңдар» деп қатаң тапсырды. Өзіне қарап сөйлеп тұрған Қойшыбайдың назарын байқаған тайшығара өзінің соншалықты атқа көз алмай қараған қылығына өкінді. Шаршаған адам сияқтанып,
үйіргесіне қисая кетті. Атты ойнатып бие сауымындай тамашалаған топ жүйрікті киіз үйге қарай жетектеп барып кісен салып ішке кіргізді. Ақырындап бақылау жасаған Тайшекең киіз үйдің ішінде ат тұратын киіз үй барын ұқты. Күзетшілер ат тұрған үйдің сыртындағы киіз үйде отырады. Одан атты тартып алып шығу мүмкін емес. Осындай ауыр ойда отырған дәруішке қамшысын үйірген бір жігіт келіп: «Әй, қаңғырған дәруіш, бұл ауылдан кет!» деп жекеді. Орнынан баяу қозғалған дәруішке оспадар жігіт: «Ырғалмай тез қозғал!» деп қамшысын сілтеп өтті. «Патшағар найсап!» деп дәруіш оспадардың қолын қағып үлгерді. Жанжалдан пайда болмас деп ойлаған дәруіш түн қараңғылығына сіңіп кетті. Бір пананы ықтаған ол ел жатқан соң тор төбелді серуендеткен жерге еңбектеп келіп, шөбі қалың ояңдау жерден өзі толық сиятындай шұңқыр қазып, үстіне 2-3 қаңбақ тастап, алған азғантай дәмін қорек қылып, келесі күннің кешін күтті. Күндік әдеті бойынша атты тағы алып шығып, ерсілі қарсылы жетектеп ойнатты. Тор төбел иісті сезді ме, елеңдеп, қаңбақ жаққа қарай жақындамай кейін кете берді. Бұл күнде атты қолға түсіре алмай, қаңбақтың астынан сығалаумен өткізді. Түн қараңғылығын пайдаланып, шұңқырдан шығып, бір жылқышының терлігін сыртынан киетін шекпен алып, ат тұрған үйге жақындау жерден шұңқыр қазып, үстін шөппен жауып, терлікті маңайға тастай салды. Күткенде уақыт өтіп, күн жеткізе ме, кешке дейін тар жерде уақыт өткізді. Адам иісін сезген иттер де тіміскілеп мазаны кетірді. Кешке ат ойнату салты тағы басталды. Бұл жолы тор төбелді 3-4 атты орта қалып, ауылды айналдырып, желдіртіп, бузандырды. Дәруіш жатқан шұңқырға аттылар маңайламайды. Қозғалса қолға түседі, қол жетер жерге атты әкелмеді. Салтанат құрып, сән қуған бай ауылының тамашасы тарқап, кешкі астарына отырды. Бірақ үнемі барымтамен айналысқан малды ауыл сақ отыратын, қабысын табар кезең болмай Тайшығараны қажытты. Ел жатқан соң орнынан тұрып, тың-тыңдап ат тұрған жерге жақындау келіп біршама отырды. Үйді айналып жүрген күзетші анда-санда бір айғайлап, өзінің барлығын білдіріп қояды. Ай қараңғылығын пайдаланып, атты алып шығатын жолға жақын жерден шұңқыр қазып, топырағын жауып, үстіне терлікті жауып, аздап шөп тастап, тағы күтті. Тайшығараның бойында пышақтан бөтен қару жоқ, бағын сынап бұғып жата берді. Адам күтуге де, аштыққа да ет үйренеді екен. Бірсыпыра ұйықтап, түнгі жұмыстан бойын жинап, ауыл жаққа көз салып, кешті тағы күтті. Күн екінділікке тақағанда 3-4 аттылар келіп, ат тұрған үйге тоқтады. Іштен 4 адам атты жабуын сыпырып далаға алып шықты. Ат бауырынан жарап, ішін тартып, алдыңғы 2 аяғымен жер тарпып оқыранды. Ауылдан бала қаздай балпан басып, қойшыбай бастаған топ бер жүрді. Бәрін қалт жібермей қарап жатқан Тайшығара аяқ қолын бауырына жинап, атылатын барша шиыр шығатты. Аттылар тор төбелді ұзындау жетектеп ауылдан шыққан топқа қиястай тартты. Жетекке ерген тор төбел жаман терлік жатқан жаққа бір қарап ілгері жылжи аяңдады. Жаннан өте берген атқа Тайшығара барша атылды. Сезімтал жануар жалт бергенде жан ұшырған Тайшығара көз ілеспес шапшаңдықпен аттың үстіне атылып, жалға жармасты. Аспанға атылған тор төбелдің шылбырын қиып үлгеріп, алдындағы аттын екпінімен соғып, екінші жанасқан аттыны пышақпен жасқап өтіп, жалға жабысқан күй ауылдан шыға берді. Әдегенде не болған білмей қалған аттылар мен жуан топ үстінде жабысқан жалбар киімді дәруішті көріп ақырды. Жастар жағы кермедегі аттарға ұмтылды. Тор төбелден айырылып қалғандар естерін шала жинап, қашқынның соңынан салды. Қуғыншылар қаншама жан салып қуғанымен тор төбел әдегенше қырдан асып кетті. Түн жамылған, Тайшығара ұзай түсті. Қуғыншылар пұшайман болып түн ауа үйлеріне қайтты. Қойшыбайдың қаһарынан қорыққан ат күтушілер үйіне қонбай даланы кезумен болды. Қаны қарайған Қойшыбай түнімен тісін шықырлатып көз ілмей шықты. Мал ашуы, жан ашуы деген мақал тегін айтылған ба? Сәскеде қымыз ішіп, жайланғаннан кейін ашуы қайтпаған Қойшыбай аттан айырылған 2-3 жігітті ұрғызып тастады. Өз атын дайындатып жолға қамданды. Қосыр атпен 4-5 мықты жігітіне жолға шығуға дайындалсын деп ескертті. Тор төбел қолына түскен Тайшығара із тастап қуғыншыдан құтылған соң өзі қалдырып кеткен дәруішке келді. Ол да атты бағып елеңдеп отыр екен. Тайшығараны көріп қуанғаннан жылап жіберді. Мен таң атқанша мызғып алайын, сен аттарды күзет деп тор төбелді мұздай таң асырып тастады. Жылқы бағып барымтада жүріп үйренген Тайшекең таң бозара оянып, тор төбелді жетектеп жүріп шалдырды.
Күн көтерілі дәруіште тоңып қоянды. Тайшығара тор төбелге төлеген берген ер тұрманды салды. Атпен қас шебердің қолымен күміс теліп істелген ер тұрман ерекше бір жарасым тауып, жарқыраған ақ күміс күнге шағылысып жалт-жұлт етті. Дәруіш, шырағым, атың құтты болсын деп шын ықыласымен батасын берді. Тайшекең, ақсақал, аз күн дәмдес болдық. Енді айырылысар кез болды. Мына өз атымды сізге бердім. Құдай алдында сұраусыз, сіз тез аттанып жайыққа қарай кетіңіз. Менімен болғаныңызды білсе, қойшыбайлар өлтіреді. Үстіңізге мына малшының киімдерін ки. Мен мына киімдеріңді осында қалдырайын. Олар осы киімді іздейді. Әрі сізді білетіндер сау жібермейді. Сондықтан мен сол ауылға барып есеп ашып кетейін. Мен үшін тағы біреулер жаза тартпасын. Байғұс шал, шырағым, енді бар ма? Өлсем кәрі мен өлейін. Ыңғай аш қасқырлар сені аямайды. Ат үшін текке өлесің деп заржылады. Намыс буған ер жігіт қайыр қош бол, тез аттан деп дәруішке атты әкеліп алдына тартты. Екеуі қоштасып айырылысты. Намысқа жастық жалын қосылған Тайшығара қолына түскен тор төбелмен желе жортып, тал түсте Қойшыбайдың ауылының сыртына келіп айғай салды. Ер болып, тор төбелді тартып алам деген ана төбенің басына кел. Сол жерде күтем. Уәде мылтықсыз келетін бол. Мына ерлікке таң қалмаған адам қалмады. Мынау не деген жүрегі жұтқан ей? Жанынан безген жан. Атты алған соң кетпей ме? Тасырлатып ауылға келген. Өзі жалғыз дегенмен нағыз жігіт екен. Қойшыбай жігіттерін жинап, мына жігіт атты алғанымен қоймай жекпе-жекке шақырып кетті. Атқа қоныңдар, қыр басына барайық. 20 шақты адам ішінде Қойшыбай бар қолдарына сойыл алып, дайын аттарына қонды. Дөң басында жалғыз тұрған Тайшығараны көрген топ жақын келіп тоқтады. Қойшыбай көпшілік тоқтатып, қайсың барып жекпе-жекке шығып, тор төбелді әкелесің. Айырып алғаныңа қызымды жасаумен беремін деді. Ешкім жұлқынып шықпаған соң, әй мұндарлар-ай, дымдарың шықпай қалды ғой. Көп жылдан бері текке асымды ішіп, малымның қызығын көріп жүрген екенсіңдер ғой. Жарайды деп аттан түсіп, киімін шешіп, аттың айыл тартпасын қатты тартып, басына орамал тартып, дырау қамшысын қыса ұстап атқа қонды. Ақбоз ауыздығын қарш-қарш шайнап, дізгінді сүзе тартып, дөң басына ойқастай жөнелді. Қойшыбайдың елуге жақындағанымен қайраты қайтпаған, қимылы шапшаң еді. Ат үшін жауыққан екі адам сарт-сұрт айқасты да кетті. Екеуі де бірін-бірі тірі жейтіндей шайнасып жүр. Асылдаған бұзау тіс қамшы тиіп жатыр. Қамшыға шыдамаған аттар шыңғырып кісінейді. Екеуінің де самайларынан қан ағып, сырт киімдері жұлма-жұлма болды. Қарлары талып, иықтары салдырап, қамшыдан сыздаған денеге қарайтын емес, аттан ауып бара жатып, қайта дүзеліп, қайта айқасады. Көрген топ құдайлап тұр. Қатты ашуланған Қойшыбай бар күшімен қамшысын Тайшығараның қақ басынан сілтеді. Қамшысын қағып үлгермейтінін білген жігіт ат баурайына түсіп кетті. Жығылды ғой деп ойлаған Қойшыбай атын тежегенше болмай, екінші жағынан айналып шыққан Тайшығараның қамшысы дәл тобықтан сарт етті. Айнала беріп, екінші рет сілтеген қамшысы Қойшыбайдың оң қарнын осып өтті. Басы айналып, қарнынан жан кетіп, сол қолмен атының жалын құшқан Қойшыбай қанталаған көзімен алара қарап, шырағым, атың кім деді. Қарлыққан дауыспен, жерім сарыарқа, атым Тайшығара аға, сау бол деп, тор төбелдің ағынын тоқтатпаған қалыпта атының басын оңтүстікке бұрып, артына қарамай тарта берді. Қойшыбайдың жігіттері жиналып, Қойшыбайды Ақбоздың үстінен көтеріп түсірді. Сол қол тізгінге қатып қалған екен, зорға деп жазып алды. Жалғыз қара желе жортып, көз ұшында кетіп барады. Қызынған жігіттер қос аттан алып қумақшы болды. Оларды демін алып, есін толық жиған Қойшыбай тоқтатты. Қумаңдар, әруағы бар, болайын деп тұрған жігіт екен. Ат менікі ғой. Алаштың мақты азаматы аман кетсін. Жекпе-жектің заңына қиянат істеуге болмайды деп, жиналған топты бастап Қойшыбай ауылына қайтыпты. Тайшығара ел жағалап, қона жастана жүріп, елге келіп, атты көбекке беріпті. Ол кісі бәйгеге талай қосып, аттың бағын жандырып, өз атында шығарыпты. Тор төбелге байланысты Тайшығараның да аты еліне жайылыпты. Ауылға жетіп, бізде үйді-үйімізге таратық. Жастарға атамыздың тастап кеткен екі оқиғасы әрі қызық, әрі адамшылық туралы ойлар туғызды. Біз басымыз қосылса, Сүкеңнің қабағына қарап, жадырап отырса әңгіме айтқызуды ойлайтын болдық.
Бірде мал санағына шығатын болып атқа міндік. Ішімізде Сүкеңде бар. Мал қыстауларын аралай отырып, кешкілік Хамитбек ақсақалдың үйіне келдік. Ол кезде Хамитбек мал бағатын. Біздің келгенімізге ол кісі де қуанып малын сойып құрметін жасады. Көзінің астымен қарап, Тайшығараның ұрпақтар сендерге құрмет жасамасақ жағдайымыз қиын болады ғой деп жымиып күлді. Қақаң біздің елге күйеу болатын. Бізбен үнемі әзілдесіп отыратын. Келген қонаққа қабағы да қолы да ашық болатын. Көңілді отырса, кімге шабыт бермеген. Біз тағы да Сүкеңе әңгіме айтыңыз деп қолқа салдық. Әй Хамитбек, мыналар мені үнемі мазалайтын болды. Тайшекең туралы әңгіме айт деп. Осыларға айтқан әңгімем жерде қалып қоймай ма? Деді жайбарақат күліп Хамитбекке. Жерде қалмас, айта бер. Біз білгенімізді өзіміз алып кете бермейік. Шындық сыртқа шығып ақиқат жеңетінде күн туар. Өзің білетін Сәбитбек ағайдың да еңбектер ұмыт болып барады. Тыңдауға балалар жас. Өзімнің көңілім ояу болғанымен қолым қысқа. Заманда ерік беріп тұрған жоқ. Ал Тайшығараның ерлік істері аңыз ғой. Жастардың құлағында қала берсін, айта бер. Бүгін жасқанбай-ақ шешіліп айта бер. Мен де бір жасап қалайын деп қос жастыққа қисайды. Ендеше қарттардан естіген әңгімемді айтайын. Шамамен 1840 жылдардың кезінде Құсмұрындағы бекіністен шыққан казак-орыстар ауылдарға шығып, бейбіт қазақ ауылдарын қорқытып, семіз ат айғырларды айдап келіп, ауылдағы қыздар мен сұлу келіншектерді зорлап алып кетіп, қарсыласқандарды атып, істеріне жауап бермей, басқыншылық әрекеттерін үстемелеп тұрған кезінде, Көбектің ауылын шаппағанмен жылқысына тиісіп, шағын ауылдарды тонап жүрген 50 шақты солдат тал түстеп мылтық атып, Көбек ауылының орман алқабында жатқан жылқысына тиісті. Жылқышыларға оқ боратып қосқа тықты. Мылтыққа қарсы күш шығаруға шамасы келмеген жылқышылар пұшайман болып қостысы қалады. Керегінше алған солдаттар қостағы жылқышыларды далаға қуып шығып алған жылқыларын айда қой 2 адам алды. Оның біреуіне балаң жігіт Тайшығара ілікті. Екіншісіне Шыңжау, аурулау тағы бір жігітті алды. Иығына мылтығы асынып қоқаңдаған солдаттар шоқақтай жүріп, жылқыны қуа жөнелді. Жылқымен бірге жайдақ мінген 2 аттылы Тайшығара мен ауру жігіт қоса кетті. Солдаттар былай шыққан соң жылқыны қосып алған екеуін айдатты. Бұлар ымыртқа дейін суыт жүріп отырып, ағаш арасындағы көлге жетіп ат басын ірікті. Жылқыны бұлармен қоса 5-6 солдат қайырмалап күзетіп шықты. Тайшығара мен ауру жігіт қашпақшы ойда болғанымен сақ қараған солдаттар көз жазбады. Ағаштың айналасындағы қалың шалғынға жылқын түске дейін жайып суға түсіп арақ ішіп, асқа тойған солдаттар улап-шулап атқа қонып ілгері тартты. Жылқының ішінде келе жатқан аурулау жігіт зып беріп, кейін қамысты көлге қашты. Байқап қалған солдаттар соңынан тұра қуды. Қашқын жігіт ат-матымен көлге түсіп, қамыс арасына жасырынбақ болып еді, оған жеткізбеді. Қатарынан бірнеше атылған оқ жігіттің өзіне де астындағы атына да тиіп, 2 денен суда қалды. Жолдасына көмектесер дәрмені болмаған Тайшекең кегін ішіне түйгеннен әрі аса алмады. Қоқырақтаған солдаттар қайта жиналып, Тайшығараның қолын артына байлап, атын жетектеп алды. Неше түрлі айтып боқтап жатты, оны түсінген Тайшығара жоқ, ат үстінде кете барды. Мал алған солдаттар кешкілік аман қарағайға келіп, орманшының үйіне түсті. Жылқыларды шырғайдан істелген кең шарбаққа қамап күзет қойды. Киргиздар алып кетпесін деп күзетті солдаттарға қатаң тапсырмалы беріп жатты. Өздері үйреншікті әдеттері бойынша елден тонаған ақшасы мен заттарына самогон алып ішуге кірісті. Маңайдан бақыртып торай тауға келіп шала пісіріп, суық су ішіп, қаужаңдап жатты. Іштеріне қызу барған соң барқырап өлең айтып, күжілдеп боқтасып, арасында жұдырықтар да кетіп, арақпен қайта татуласып, бірінің бірі бетін жалап, шошқадай қорсылдап, өгізше аңыранып, құлай кеткендер де бар. 5-6 орманшының қызметші әйелдерін айнала қуып, ит қуған тайлақтай ала-дала 2-3 әйелді ұстай алып, жылап, жалынғанына қарамай, тауық жұлғандай киімдерін жұлмалап жатыр. Мына көрініс Тайшығараның жүрегін айнытып, өзегін өртеді. Мыналар нағыз доңыз екен ғой. Сонда кәпір дегеніміз осылар болғаны ма? Мыналардың қылығы осындай болса қайтып күн көреміз. Анада көрші ауылды тонағанда да тағылық көрсетті. Адам өлтіріп қолдардан түскен бір әйелді бірнешеу қатар зорлады деп еді. Сонда бұлар даладағы тағы хайуаннан бетер болмады ғой. Бұлардан қалай босанам деп те дал болды. Аяқ қолы байлауда, аябас берер ешкім жоқ. Домаланып бір шетте жатыр. Мыналар тұрғанда отқа жақындар дәрмен жоқ. Ит, киргиз деп әрқайсы бір теуіп өтеді.
шулаған бірін-бірі қуған көрініс біразға созылып барып бәсеңдеді. Күзетшілер де қылжиып қорылдай бастады. Иә, сәт деген тайшығара сөнуге айналған отқа қарай жылжи берді. Ақыры қоламтаға жетіп, арқасымен жатып, қолы байланған арқанды отқа күйдірді. Кендір арқан тез жана қоймады. Қолдың дымы сулаған болу керек. Арқанымен бірге қолы да күйіп жанын қинады. Тістеніп дыбысын шығармай ақыры қолын босатты. Екі аяқты шешіп, күйген білеген суық суға батырып өзіне өзі келді. Мен жаяу қашып қайда барам? Алдымен осылардан қару алайын, сосын жолдасымның кегін қайтарып өш алам деп шешті. Қылжиып жатқандарды аралап жүріп мылтық пышақ алды. Біреуінің белінен оқшантай шешіп алып, байлаулы аттарға келіп, өзі ұнатқан бір қара атты шешіп, қосарына екінші атты жетектеп апарып, алыстау шеткі қарағайға байлады. Неде болса өш алу ниетінен қайтпаған тайшығара орманшының үйіне жақындап келіп тың-тыңдады. Бұл үйдегі шуда басылып, қорыл сыртқы терезеден естіліп тұр. Сыртқы есікті мықтап байлап, шөп-шалам жинап әкеліп, ағаш үйге от қойды. Төбесі салонмен жабылған үй тез жана бастады. Жүгірген бойда мал қамаған албардың аузын ашып, жылқыны үркіте қуды. Үріккен жылқы шарбақты бұзып топырлай қашты. Олардың басын қосам деп әуреленген жоқ. Аттарды байлаған ағашқа келіп, енді мінейін деп жатқанда жармасқан екі солдатты екі қойып жатқыза салды. Отты көрген күзетшілер үйге жүгіріп барады. Көбі құрғол, өйткені олардың мылтығын тайшығара шөп арасына лақтырып жіберген. Қараға арғып мініп екінші атты жетектеп отқа оранған орманшының үйінен ұзап үріккен жылқының соңынан кетті. Таң сарғая қолына іліккен бір топ жылқыны айдап батысқа қарай жол тартты. Суыт жүріп, күн көтерілі қалың ағаштың ішіне жылқыларын кіргізіп, өзі де ағаш ішіне бой тасалады. Жолдасының денесі қалған жерге келіп, өлі денені тауып, сыртқа шығарып, жер қазып, бетін жасырып, өмірден қызық көрмей ерте кеттің, бақыл бол деп атқа қонды. Орманшының үйі өртенді. Біршама солдаттар отқа күйіп жарақат алды. Өлген де бар. Маскүнемдері лаулап жатқан оттан шыға алмады. Тобы сиреп, мылтықтан айырылған солдаттар кектенген беттермен бекіністеріне бет алды. Талай боздақтардың обалына қалып, қан шашқан жауыздар күйген жарасынан аңыраған қалыптарында азып-тозып бекініске келді. Іс тастап, бірсыпыра уақыт өткізіп, қолындағы іліккен жылқысын айдап келген тайшығараға қараңғы түсе келіп, көбекке болған жағдайды айтты. Қолыңдағы малыңды жылқыға қос, өзің 3 ай сыртта бола тұр деп кеңес берді. Көбек күн сайын қамалдағы казак-орыс солдаттарының қазақ ауылдарына жасаған зорлықтар мен тонаушылық әрекеттерін естіп, жайбарақат отырмады. Олардың бетін қайыруды ойластырды. Патша әскерімен бетпе-бет келуге күштің жоғын, қарудың аздығын, қорғаныс орындардың жоқтығын ойлап, қыс болмаса жаз айларында үнемі жайлауды ауыстырып, жылжып кетіп, оларға таптырмай, не қолға түспей 30-40 адамнан өз жасағын құрып, оларды 3 топқа бөлген. Бір топ ауылды қорғаса, екінші топ жылқыны бақылайды. Үшінші топ елге соқтығып, тонаушылық жасап жүрген патша жасақшыларының жолын торып, ізін аңдиды. Аңдып жүріп тұтқиылдан тиіседі, немесе түнгі орындарында дем алып жатқанда көліктерін, қару-жарақтарын алып кетумен айналысады. Осы топта тайшығара болды. Бекіністегі солдаттар көбіне салқын түсе мал қоңданатын, ел құмнан, жайлаудан оралып, қыстауға жақындайтын кездерде шығатын. Олар Торғай даласына, Қызылжар, Құсмұрын, Тобыл қаласынан, Орынбор қаласынан шығып, аяқ жеткен жерлердегі қазақ ауылдарын сүзіп, артын қан жоса қылып, қойға тиген қасқырдай жайратып кететін. Жаудың қай жағынан келетінен, қайдан шыққан білмей ауыл адамдары үнемі үрей үстінде болатын шақ еді. Өмірдің осындай қиыншылығы мен тағдырдың тәлкегі өздері бодан боламыз, дос көрші боламыз деп сүйеніш санаған көршісі ауылдарды тонап, елді торғайдай тоздырған әрекеттері көбек сияқты ақылды адамдарды ойландырып, намысы бар жігіттерді атқа қондырды. Құм кешуді шауып бара жатқан топ жолындағы ауылдарды да қуалай отырып, Наурызымға соқты. Олардың шапқыншылық әрекеті ауыздан ауызға жетіп жатқан. Осы топтың алдынан шыққан тайшығарлар жаумен бетпе-бет келмей, көкбиенің маңында бақылау жасады. Олар түнде тиісуді ойлағанымен, ол жерлердегі ауылдан ұзап, Шолақсайдың сыртына шығуларын күтті. Қарасайдан өтіп, ағаш арасына келіп, қалың қайынға паналап, бұлақ басына қонған жасақшыларды жақындап келіп торды. Тайшығарлар аттың басын, ат дорбаларын кигізіп, аяғына кигіз байлап, солдаттарға жақын келді. Ел тонап мастанған казак солдаттара шала пісіріп ет жеп, ішімдіктерінен бас қойды. Керілдесі боқтасып, түннің бір уағына дейін шуласып барып, тыныштық тапқан кезде тайшығаралар жасырынып келіп, күзетшіні өлтіріп, аттарын жетектеп,
зат артқан түйелерін алды. 5-6 адам аттарына мініп, солдаттар жатқан жерден үстерін басып, шауып өтіп, кездескенін атып, бір шетіне кіріп, екінші жағынан ағып өтті. Есі шыққан солдаттар бір-бірімен айқасып, жаудың қайда екенін білмей де қалды. Азғана топ қолға түскен аттар мен дүниелерді алып, жазық далаға сіңіп кетті. Үлкен шығынға ұшыраған солдаттар тобы бекініске қайтты. Тайшығаралар алған заттарын көбекке әкеліп берді. Ол кісі жігіттерін жіберіп, алынған мал мен мүлікті шабылған елге жіберді. Тайшығара бастаған топ дұшпанмен 2 жылдай айқасты. Оларды ұстау үшін Құсмұрын бекінісінің бастығы бірнеше рет қарулы жасақ аттандырды. Алайда Тайшығара бастаған шағын топ алдын ала хабарланып, қуғыншылардың қолына түспеді. Жалғасы бар.